Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Арай. Бүгін өте нәзік, дәмді бананды бәліш әзірлейміз. Бұл бәліш дәмді болып шығады, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ. Дәл видеода көрсетілгендей өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге қажет заттар: ұн, банан, бөлме температурасындағы сары май, қант, сүт, жұмыртқа, қопсытқыш. Алдымен сары майымызды салып аламыз. Оған қантымызды қосып, миксерлейміз. Үш жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Сүтімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз және ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып салып миксерлейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді формамызға саламыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма. Енді салмасы банандарымызды салып шығамыз. градуста 30 минут пісіреміз. Міне достар, біздің бәлішіміз дайын болды. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.